Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы буын үндестігі. Сабағымыздың мақсаты дереккөздерден қажет ақпараттарды табуды үйренемін. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын ең алдымен топқа бөлім алайық. Бір-бірден мына жерден киндерді таңдай қоямыз. Жылдам ішіндегі сөздерді оқып дайын отырамыз. Балалар, олай болса, Барса келмес тобы мына топқа, Алакөл мына топқа, Марқакөл мына топқа отыра аламыз. Жылдам. Біз кешегі күні буын үндестігінің бірінші сабағын өткен едік. Бүгін екінші сабағын өтетін болғандықтан, қазір буын үндестігі жайлы ережені есімізге түсіріп жіберейік. Кім дайын? Соңғы буыны жуан болса, оған жалғанатын қосымша да жуан болады. Ал егер оның сөздің соңғы буыны жіңішке болса, оған жалғанатын қосымша да жіңішке болады. Бүгінгі тақтаға күн ретін жазып, көркем жазуды жазамыз, және дос сөзіне фонетикалық талдау жасаңдар, я? Олай болса, бәріміз тақтаға назар аударып, сөзге қосымшалар жалғап көрейік. Ауылдан әжім келді. Жарайсың. Дұрыс. Келесі. Демеңкет. Келесі қалай жалғанады? Ұшақ әуеге көтерілді. Жарайсың, өте жақсы. Келесі, Баян, жылдам. Жақсы, жарайсың, өте жақсы. Келесі, Балжан, жүгіре ғой. Табиғаттың бөлшегі ағаш пен қандай емес. Өте жақсы. Жарай балалар, ендеше от шашумен барлығымыз бағалайық. Топтың атауларын қайталап жүрейікші. Сендердің топтардың аты қалай? Барса келмес. Сендердікі? Алакөл. Ал сендерде? Марқакөл тобы. Ендеше балалар, осы атаулар бізде Қазақстанның қорықтарының атаулары екен. Ендеше видеоға назар аударып, осы қорықтар жайлы мәлімет біліп алайық. Енді 38-ші жаттығуға назар аударамыз. 38-ші жаттығуда ең алдымен мәтінді оқимыз. Одан кейін мәтіндегі әрбір топ өзінің қорығы жайлы мәліметтерді мына кестеге толтырып шығасыңдар. Сен жұмыс кезінде маған қарай қойыңдаршы. Әрбір топқа мен қорықтар атауларын жазып қойдым кестеге. Одан кейін осы кесте бойынша жұмыс жасайсыңдар. Мәтінді оқыған кезде кестеде жануарлар, өсімдіктер, құстар және қорықтар қай жылы құрылды, соның барлығын тауып, мәліметтерді кестеге толтырасыңдар.
Келмес қорығында, барса келмес қорығында құлан, қарақұйрық, ақбөкен мекен етеді. 1939 жылы құрылды. Сексеуіл, жусан, жыңғыл өсімдіктері өседі. Құстары бүркіт, ителгі, шағала, қаз. Қайту дайын, Дилен айта қой. Алакөл қорығы 1998 жылы құрылған. Ол жақтағы жануарлар борсық, түлкі, барыс, аю, қырғауыл. Құстары кекілік және бірқазан. Жарайсың. Бүгінгі сабақ бойынша біз мынадай ережені түсініп алайық. Яғни үндестік заңына сәйкес қазақ тілінің байырғы сөздері бар екен. Олар не бірыңғай жуан, не бірыңғай жіңішке болады екен. Мысалы, олар қос, елік деген сөз. Қос деген сөзіміз бірыңғай жуан сөзге жатады екен, ал елік сөзі бірыңғай жіңішке болып келеді екен. Енді тағы да жуан және жіңішке дыбыстар мынадай сөздерде араласып келеді екен. Ол басқа тілден енген сөздерде және біріккен, сонымен қатар қос сөздерде. Бүгінгі сендердің мынау топтың атауында Алакөл деген қалай ойлайсыңдар? Мысалы, Алакөл сөзі қандай сөздер тобына жатады екен? Біріккен ала және көл сөздері. Жарайсың. Оқулықтағы 39-шы жаттығуға назар аударамыз. Ең алдымен бірінші сөздерді қатесіз көшіріп жазамыз. Одан соң қарамен жазылған сөздерден сөйлем құраймыз. Енді сабағымызды қорытындылай келе, сендерді ойын алаңына шақырамын. Ол үшін сендер алдарыңдағы құрылғыларыңды алып, тақтадағы пин-кодты тересіңдер. Жылдам тере ойындар. Жарайсың, Алмат алдыға шықты. Келесі сұрақ. Таулар сөзі қандай буынды сөз? Жылдам балалар. Жарайсың, Алматшы. Бірінші алдыға Дилен шықты. Дилен, жарайсың. Қане, от жақшы өп. 1-2-3 тұрдақ тұрдақ. Бай болса, бүгінгі сабағымызды қалай түсінгенімізді бас бармақ арқылы көрсетейікші. Қалай түсіндіңдер? Жарайсыңдар, керемет.